Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Көктемде, күзде күн бірде жылынып, бірде салқындап, суықтап қалып жататынымыз бар. Осындай кезде дәрі-дәрмек ішуге асықпай, табиғи жолмен ыстық сорпа ішіп, терлеп жатып емделуге не жетсін. Аты айтып тұрғандай, қайнатпа сорпа сіздің артық уақытыңызды алмайды. Барлығын ішіне салып қойсаңыз, өзі-ақ пісіп шығады. Алдымен табағымызға етті салып қайнатып қоямыз. Мен қой етінің сүйекті жерінен алдым. Сүйек қайнай келе сорпа дәмді болады, әрі сүйек майының адамға пайдасы өте көп. Етіміз қайнап шыққанша ішіне салатын көкөністерімізді турап дайындап қоямыз. Мен пияз, помидор, укроп, сәбіз, болгар бұрышы және картопты саламын. Егер сізге болгар бұрышы ұнамайтын болса, арасын тазалап, сорпаға бүтіндей сала салсаңыздар болады. Сорпа дайын болғаннан кейін сүзіп алып тастай саласыздар. Осы видеоны көріп отырған жандар, сіздерге осы видео ұнап жатса, пайдалы болса, видеоға комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сорпамыз дайын болғаннан кейін бетіндегі көбігін жақсылап тазартып, осылай сүзгіштен өткізіп аламыз. Содан соң барлық турап дайындап қойған көкөністерімізді сорпаға салып, бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Баяу отта ұзақ уақыт қайнаған сорпаның сүйегінің маңызы да шығады, дәмі де жақсы болады. Шамамен 3 сағатта дайын болады. Сорпа дайын болуға жарты сағат қалғанда укропты салып осылай қайнатамыз. Дайын болғаннан кейін сүзіп алып тастаймыз. Сорпамыз дайын, алайда мен тойымды болсын деп ішіне күріш салып жібердім. Тағы да 15-20 минут қайнатып жіберіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осымен біздің пайдалы әрі дәмді сорпамыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.